Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге құрғақ жөтелден қалай арылуға болады, сол жайлы айтатын боламын. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңізді тигізіңіз. Құрғақ жөтелді 3 күнде кетіруге болады. Ол үшін сіз өзіңізді 3 тәртіпке бағындыруыңыз керек. Яғни бірінші уақытқа, екінші ұқыптылыққа, үшінші сенімге. Міне осы 3 тәртіпті бұзбасаңыз, жөтелді 3 күнде емдейсіз. Ірі қара бұрыш құрғақ жөтелдің жауы. Ол кеңірдекті емдейді, қақырықты жібітіп, сыртқа шығуға көмектеседі. Ол үшін бірінші 2-3 дана бұрышты аузыңызға салып шайнайсыз. Бұл емді күніне 1 рет үзіліссіз 3 күн жасайсыз. Сонда жөтелден түбегейлі айығасыз. Екінші, 1 стакан ыстық сүтке 3-4 дана қара бұрышты араластырып қойыңыз. Шамамен 15-20 минуттан соң емдік сұйықтықты ішесіз. Үшінші, 4-5 данадан бұрышты, гвоздика, корица, кардамон мен 2 дана базилик ұнтақтайсыз. Оған 1 шай қасық зімбір ұнтағын араластырыңыз. Дайын болған қоспаны шайнекке салып, үстіне қайнаған су құясыз. Қош иісті емдік шайды жөтелден жазылу үшін ішіңіз. Төртінші, бірдей көлемде қара бұрыш пен зімбірді араластырыңыз. Оны 5 мг сұйық балға қосып, 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Емді күніне 2-3 рет жүргізсеңіз жеткілікті. Екінші түрі жөтелден арылатын пияз. Пияз микроб пен бактерияны жояды. Ол қақырықты жібітіп, сыртқа шығуына ықпал етеді. Нәтижесінде жөтелден жазыласыз. Пиязды ем ретінде қолдану үшін мына әдісті қолданасыз. Бірінші, 2-3 дана пиязды қабығынан тазартып турайсыз. Оны 200 мг сүтке салып қайнатыңыз. 20 минут қайнаған сүтті 4-5 сағаттай тоңдырып қою керек. Белгіленген уақыт өткен соң сүтті сүзіп алып, 1 ас қасықтан әр 3-4 сағат сайын ішке қабылдайсыз. Емдік сусынды қолданудан алдын жылытып алуды ұмытпаңыз. Екінші, 10-12 бас пияздың қабығын 1 литр қайнаған суға саласыз. Оны баяу отқа қойып, көлемі жартысына дейін азайғанша қайнату керек. Сосын қайнатпаны сүзіп алып, 150 мл күніне 3 рет ішесіз. Үшінші, 1 дана пиязды ет тартқыштан өткізіп, бірдей көлемде балмен араластырыңыз. 1 ас қасықтан тәулігіне 2-3 рет қабылдау керек. Жөтелден айығудың үшінші түрі ол сәбіз. Сәбіз қосылған сүт жөтелді емдейді, әрі ағзаңызды А дәруменімен байтады. Ол үшін сәбізді қабығынан тазартып, шырын сыққыштан өткізесіз. Оны бірдей көлемде майлы сүтпен араластырыңыз. Емдік сусынды 1 күнде ішіп тауысу керек. Және де каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, лайкыңызды басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Төртінші түрі жөтелден айығудың жабыз бен сарымсақ. Қақырықты жібітіп, жөтелді қойдырады. Қоспаны дайындау үшін орташа көлемдегі 1 бас сарымсақ, 1 литр сүт, 5 ас қасық бал, 2 ас қасық құрғақ жалбыз қажет. Сарымсақты езесіз, пиязды ұсақтап турайсыз, сүтті қайнауға дейін жеткізіп, пияз бен сарымсақты саласыз. Тағы 15 минут қайнатасыз. Сосын отты өшіріп, бал мен жалбыз қосасыз. Кастрөлдің қақпағын жауып 40 минуттай тұндырып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң әр сағат сайын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. Жөтелден айығудың 5-ші түрі көкөніс пен жеміс қайнатпасы. Созылмалы жөтелге дауа. Қайнатпаны дайындау үшін 1 дана ірі алма, 1 дана пияз бен 1 дана картоп керек. Бәрін тазалап жуып, қабығынан тазартасыз. Бәрін кастрөлге салып, жарты литр су құясыз. Ыдысты отқа қойып, 1,5 сағатта қайнатасыз. Белгіленген уақыттан соң қайнатпаны сүзіп алып, тәулігіне 150 мл ішесіз. Бөліскен рецептім ұнаса, төменге пікіріңізді қалдырып, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, лайкыңызды баса кетіңіз. Менімен бірге видеоның соңына дейін тыңдағаныңыз үшін рахмет.